Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді салат жасайтын боламыз. Гнездо глухаря деген видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біз салатымыздың бетіне себетін картофель пайымызды дайындап аламыз. Ол үшін үлкенірек бір картопты алып, осылай үккіштен өткізіп, міне осындай болып шығады. Оның үстіне салқын суымызды құйып, бір жуып аламыз. Жуылған картопымызды осылай қағаз майлыққа суын құрғатып, осылай кептіріп аламыз. Майды алдын ала қыздырып қойған болатынмын. Енді осы картофель пайымызды қуырып аламыз, жақсылап қызарғанша. Мына картофелімізді міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Біздің картофель пайымыз осымен дайын болды, жақсылап қуырылды, көріп тұрғандарыңыздай түсі қоңырлау түсті, жақсы қуырылған. Сіздер де дәл осылай қуырып алыңыздар. Енді қиярымызды ұзын жіңішке етіп турайтын боламыз. Мен свежий қияр қостым, негізі бұл салатқа соленый қияр да жарай береді. Енді жұмыртқамызды тураймыз. Жұмыртқаны да дәл қияр сияқты ұзыншақ етіп турайтын боламыз. Мен мына жұмыртқаның екі сары уызын алып қалдым. Одан қазір кішкентай жұмыртқаның формасын жасайтын боламын, бетіне әсемдік ретінде. Егер сіздерде бөдененің жұмыртқасы болса, онда екі жұмыртқаны тоқтай салатқа қоса берсеңіздер болады. Келесі тауықтың етін тураймыз. Менде тауықтың төс еті, оны да ұзыншақ қылдырып барынша турайтын боламыз. Салатымыз дайын болып қалды. Енді үстіне тұз, дәміне қарай майонез, 2 ас қасықтай. Мен майонезді өзім жасаған болатынмын. Оның видеосын менің каналымнан көре аласыздар. Және қара бұрыш, кептірілген укропты қалауларыңызға қарай қоссаңыздар болады. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымызды тарелкаға салып, оның үстіне картофель пайымызды салып, жақсылап үстін жауып шығамыз. Енді бетіне әсемдік ретінде кішкентай жұмыртқаларды жасайтын боламын. Оған керегі бізге қатты сыр, жаңағы алып қалған 2 сары уызымыз, жұмыртқамыздың, укроп аздаған және 1 ас қасық майонез. Осының барлығын жақсылап араластырып, қолымызға 1 чай қасықтан алып, жаңағы жұмыртқамыздың формасын келтіріп жасаймыз. Салатымыздың бетіне әсемдік ретінде укроппен жаңағы жасалған жұмыртқамызды қоямыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.